Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақ тақырыбы жануарлар әлемі. Бұл сабақта қаралатын оқу мақсаты тыңдалым мақсаты. Яғни, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Сабақ мақсаты тыңдалым мәтіннен негізгі қосымша ақпараттарды анықтау арқылы мәтіннің мазмұнын түсіну. Бағалау критерийлері: мәтіннен негізгі қосымша ақпараттарды анықтай алады, мәтіннің мазмұнын түсінеді. Негізгі ақпарат дегеніміз бұл мәтіндегі негізгі ойды білдіретін басты ақпараттар. Ал қосымша ақпарат дегеніміз негізгі ақпаратты нақтылап, оның басқа да белгілерін толықтыратын ақпарат түрі. Кез келген тілдік дағды сияқты тыңдалым мақсаты да 3 кезеңде жүзеге асырылады. Тыңдалым алды тапсырмасы, тыңдалым тапсырмасы және тыңдалымнан кейінгі тапсырма. Тыңдалым алды тапсырмасына назар аударыңыз. Тақырып не туралы болуы мүмкін? Суреттерге қарап болжап көр. Бейне көріністе сөз болатын негізгі ақпаратты тірек сөздерге қарап айқындап көр. Ал тыңдалым тапсырмасы: мәтінді тыңдап, оны бөліктерге бөл. Бөліктерге ат қойып, мағынасын айқында. Негізгі ақпараты мен қосымша ақпараттарды тап. Ақпараттар түрінің айырмашылығын анықта сияқты болып келуі мүмкін. Тыңдалымнан кейінгі тапсырма: алынған ақпараттардың негізінде ментальды карта құрастыр. Бүгінгі сабақта қолданылатын негізгі ұғымдар: жануарлар, олардың түрлері, экожүйе, қорғау және қызыл кітап. Тыңдалым алды тапсырмасына назар аудар. Сөздерді перифразасымен сәйкестендіріңіз. Перифраза бұл сөзді екінші бір мағынасымен алмастырып атау. Мәселен, мұнда 4 сөз берілген және 4 перифраза берілген. Қасқыр. Қасқыр деген сөзге мына жерде қай сөз сәйкес келеді? Әрине, түз тағысы. Дәл осы сияқты сәйкестендіру тапсырмасында сіз стрелкалар арқылы оларды сәйкестендіре аласыз. Тыңдалым тапсырмасы: бейне көріністі мұқият тыңдап, оның мазмұнын берілген негізгі қосымша ақпараттар арқылы анықтауымыз керек. Ол үшін сіз екі жақты күнделік толтыра аласыз: негізгі ақпарат және қосымша ақпарат. Мәселен, тыңдалымда болғандай, негізгі ақпарат бұл жануарлардың кейбір түрі қызыл кітапқа енген болатын болса, қосымша ақпарат солардың арасында қар барысы деп толықтырып кету. Ақпарат түрлерінің айырмашылығы: сен оны қалай ажыратасың? Негізгі ақпарат бұл мәтін абзацтарының негізгі ойын білдіреді. Мысалы, қызыл кітапқа енген қар барысы, Алматы қаласындағы құстар, Қазақстанның қызыл кітабында кездесетін қарақал аңы. Ал қосымша ақпарат негізгі ақпаратты жан-жақты сипаттап, суреттеп, деректер мен фактілер келтіру арқылы толықтырып отырады. Мысалы, қар барыс қызыл кітапқа 1983 жылы енген. Олардың саны 200-ден аспайды. Өзің көріп отырғандай, негізгі ақпарат бұл мәтін абзацтарының негізгі ойын білдіретін болса, қосымша ақпарат сол негізгі ақпаратты фактілер, деректер, суреттемелер, сипаттамалар арқылы толықтырып отырады. Келесі сұрақтың үлгісі тест сұрағы. Тест сұрағы сіз білесіз, 4 жауаппен беріледі. 4 жауаптың біреуі дұрыс сөз болып табылады.
Келесі тыңдалымнан кейінгі тапсырмада сіз нені жасайсыз? Қызыл кітапқа енген Қазақстанды мекендейтін жануарлар тақырыбына ментальды карта жасайсыз. Мұнда жануардың атын жазасыз, одан кейін жануарлардың аттарын, немесе сипаттамалары мен суреттемелерін, фактілер мен деректерді жазуыңызға болады. Ментальды картаның үлгісі сіздің алдыңызда берілген. Бұл оқу мақсаты сенің бойыңда қандай оқу дағдысын қалыптастырады. Сен негізгі ақпаратты анықтау арқылы мәтіннің мазмұнын толық түсіне аласың. Қосымша ақпаратты анықтау арқылы детальдарға назар аударып, сауаттылығының артуы жүзеге асады. Мәтін талдау арқылы кездесетін барлық мәселеге сараптама жасауға дағдылану қабілетің артады. Тапсырмаларды орындау барысында осы айтылған нұсқаулықтарды басшылыққа ала отырып, мұқият орындауларыңа болады. Сіздерге сәттілік!